Қайырлы күн, ұстаздар. Қазақ тарихында үлкен орны бар әйгілі Абылай хан білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деген екен. Біздің заманымыз сәт сайын алға қарыштап бара жатқан жаңа технологияның заманы. Осы заманға ілесу тек қана білімді адамға ғана тән. Білімнің заманында сан шәкірттерін біліммен сусындату әр ұстаздың міндеті. Осы жолда адамзат биігін білекпен емес, біліммен қаруландырар ұстаздардың педагогикалық түрлі идеяларды таңдап алуы басты мәселе. Педагогикалық тәжірибемде кеңінен қолданып жүрген төңкерілген сынып, сатылай кешенді оқыту технологиялары оқылым тапсырмаларымен ұштасып, білім көкжиегіне жол ашады. Осы сабақта төңкерілген сынып әдісі таза глобус әдісімен ұштасып, ал сатылай кешенді талдау X-Mind немесе ақылы картасына орналастырылды. Бұл идеялар PISA халықаралық зерттеуіне сай, тұтас және аралас мәтіндермен жұмыс істеуге, оқу сауаттылығын арттыруға, таза, анық, қатесіз жаза білуге және дәлел дәйекпен сөйлеуге бағытталған. Сәлеметсіздер ме балалар? Саламатсыздар. Отырыңыздар. Балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Демек, біз сіздерге бүгін өтетін тақырыпты үйге беріп жіберді. Сіздер бүгін тақырыппен түгел танысып өтіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сіздерге таныс болса, онда бүгінгі сабақтың мақсатына мән берейік. Бүгінгі сабақта тұтас және аралас мәтіндердегі диаграмма ақпараттарды салыстыру. Жалпы мақсат күрделі болғандықтан біз соның ішінде тек қана диаграмманы ғана талдаймыз. Одан кейін екінші мақсат жай сөйлемдерді айту мақсатымен туындылық ерекшеліктеріне сай қолдану деген мақсат берілген. Жақсы, олай болса балалар, бүгін біз сабақта не істейміз? Кім айтады? Осы мақсаттар бойынша қандай бағалау критерийін жасаймыз? Біз жаңағы осы мәтіндердегі ақпараттарды салыстырамыз. Дұрыс. Жақсы. Риза. Мәселелерді айту мақсатына ғана таңдаймыз. Тағы? Иә. Кім демесек? Құрылымдық. Жақсы. Балалар, кім не орындап келді? Кезектесіп тақтаға шыға қояйық. Баламалы энергия көзін адамдар жалпы кімнен алады, кім энергия көзі болып табылады. Сондықтан мен кімді алдым? Бұл менде су энергиясы, біз су энергиясы арқылы көп заттарды ала аламыз. Сондықтан мен баламалы күн энергиясына суды жатқызамын. Яғни баламалы энергия қорын судан да алуға болады деп, оған су көзін алып келген екен. Жақсы. Әсіресе энергия көзін әртүрлі заттардан алуға болады, соның ішінде жерден алуға болады. Мен жасағаным жел қалам. Жел қалам, яғни жел энергиясын да пайдалануға болады екен. Жақсы, келесі. Екеуін келіп бар. Бұл Ақсай ауылындағы смарт панельдері. Бұлардан жоғары арқылы жарық көзін алады. Екеуінде де біздің қырлардағы күн батареялары. Келесі, тағы бар ма? Әсесін кем? Мен бүгін үй тапсырмасына күннен қуат күн батареясын сөйледі салып бердім. Жақсы. Болсын, жел қалақты оңайға қалдырайық балалар. Оның тұрсын жел қаламыз. Жақсы, тағы балалар. Кіммен баламалы энергия қорларын неден алады
деп. Күннен аламыз сосын. Одан судан және жерден алады екенбіз. Егер сіздердің тапсырмаларыңыз бойынша, жаңағы осы тапсырмалар бойынша істеген жұмыстарыңыз тақадан тұр. Неге біз бүгінгі баламалы энергия қорына дерек жинауға глобус салдық? Себебі глобус деген әлемді көрсетіп тұр. Ол энергия көздерін басқа елдерде де осы әлемде барлығы қолданады. Яғни жер бетінде жақсы сұлтан керемет керек, жер бетінде энергия қорларының түрлі жағдайларын қолдануға болады. Тек қана бұл күн, су, жер деген емес, тағы биогаз деген бар да, отындар, түрлі шикізаттардан да осындай энергиялар алуға болады екен. Жақсы балалар, қазір сіздерге оқымалы тапсырмасы беріледі. Онда ойлан тап деген сөз естен, осы сөз естеден 1 минуттың ішінде 10 сөз табу керексіздер. Söz takkan topka marafat Жиркалар, жарық, батарея, қуат, станция, күн көзі, смарт панель, энергия, су. Қазір оқылым тапсырмасын берсем сіздерге 3 топқа 3 мәтін бойынша сіздер жұмыс істейсіздер. Ол жұмыста не істеу керектіңіз? Яғни осы мәтіндердің мына парақта 2 мәтін бар, А мәтіні мен Ә мәтіні. Біреуі тұтас мәтін, біреуі аралас мәтін. Бізге күн энергиясы туралы мәтін берілген. Онда 2 мәтін бар. А мәтіні тұтас мәтін, Ә мәтіні аралас мәтін. Бұндағы мәтіннің ұқсастықтары күн туралы дерек бар және күн пайдасы туралы айтылған. Және бұл мәтінде айырмашылықтар да бар. А мәтінде мәтін берілген. Ә мәтінінде диаграмма берілген. А мәтінінде ақпарат күн көзінен киім тұру, жылуды қуат пайдаланылатыны айтылған. Ә мәтінде қызылу ауылына қыстақтардағы күн материалдары туралы диаграмма берілген. Жел зерттеушілерге әлемде алыс жерлерді шаралауға мүмкіндік береді. Зерттеушілерге әлемді алыс жерлерді шарлауға мүмкіндік береді. Не істейді мүмкіндік береді? Күрделі баяндауыш. Не мүмкіндік береді? Жер, дара бастауыш. Неге мүмкіндік береді? Шарлауға жанама толықтауыш. Нені шарлауға мүмкіндік береді? Әлемді алыс жерлерді бірыңғай туран толықтауыш. Және кімге мүмкіндік береді? Жанама толықтауыш зерттеушілерге. Бұл сөйлемде 2 белгі бар. Үтір және нүкте. Үтір бірыңғай толықтауыш арасында қойылған, нүкте сөйлем соңында қойылған. Бұл сөйлем айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем, себебі бұнда іс оқиға жайында баяндалып тұр. Бұл сөйлем құрылысына қарай жай сөйлем, себебі бір ғана ойды білдіріп тұр, және де бір баяндаушы, бір бастаушы бар. Жай сөйлем жақты жақсыз, жалаң жайылма, толымды толымсыз атаулы болып көрінеді. Тұрлаулы мүшелердің қатысына қарай бұл жақты сөйлем, себебі бұнда жер деген бастауыш бар. Тұрлаусыз мүшелердің қатысына қарай жайылма сөйлем, себебі бұл жерде толықтауыш мүшелері бар. Бұл толымды сөйлем, себебі ойға қажетті мүшелердің барлығы бар.